Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Е-салық азамат мобильді қосымшасының көмегімен жолаушылар кедендік декларациясын тапсыру мүмкіндігін көрсететін боламыз. Ол үшін негізгі мәзірден декларацияны тапсыру тармағын таңдау керек. Қосымша бізге деректерді толтыруды ұсынады. Декларацияны өзі үшін немесе бала үшін заңды өкіл тапсыра алады. Бұл жағдайда сіз баланың мәліметтерін толтыруыңыз керек. Толтыру кезінде қолма-қол ақшаны да таңдауға болады. Ал декларация өзі үшін тапсырылған жағдайда деректер автоматты түрде көрсетіледі. Кеден бекетінің кодын және тіркелген жері бойынша мемлекеттік кірістер органының кодын таңдаймыз. Әрі қарай телефон нөмірін және электрондық поштаны енгізіп, келесі түймесін басып, жолаушылар кедендік декларациясының негізгі деректерін енгіземіз. Мысалы, сериясы, нөмірі, берілген күні мен орны, сондай-ақ азаматтығын. Әрі қарай біз тұрақты тұратын мекен-жайымызды көрсетеміз. Болу елі анықтамалықтан толтырылады. Келесі қадам қозғалысының бағыты мен әдісін көрсету және тауарларды кедендік декларациялау бөліміне өту. Онда біз көлік түрін, құжаттың күні мен нөмірін көрсетеміз. Тауарлар санатын таңдап, әрі қарай біз тауардың деректерін көрсетеміз. Яғни код, сипаттама, салмақ, өлшем бірлігі, құны және валюта коды. Декларацияға электронды цифрлы қолтаңба немесе бұлтты электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қоюға болады. Жолаушылар кедендік декларациясы сәтті жіберілді. Назарларыңызға рахмет.